Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен өте дәмді тефтели әзірлейтін боламыз. Ол үшін біздер жарты шай кесе күрішімізді үстіне су құйып, газге қойып, шалап пісіріп аламыз. Міне, жай отқа қойып қоямыз. Және де 500 грамм фаршқа бір жұмыртқа жеткілікті болады. Фаршыңыз сорғып тұрған болуы керек. Әйтпесе тым сулы болып кетсе, тефтел шықпай қалады. Және де нанға кішкене ғана, 2 штук нанға кішкене ғана су қойып, осылай жұмсартып алып араластырамыз. Осылай да жақсылап араластырамыз. Және де күрішімізді де сорғықтырып аламыз. Жаңағы дайын болған күрішімізді. Және де дәмдеуіштерімізді салып бастаймыз. Тұзымызды, бұрышымызды барлығын қалауымызша саламыз. 500 грамм фаршқа жарты шай қасық тұз салсаңыз жеткілікті болады. Майонез саламыз, кішкене жұмсақ болу үшін тефтеліміз. Және де осыны араластырамыз барлығын. Магги приправасымен бұрышты салып жатырмыз жаңа. Енді осыны араластырамыз жақсылап. Міне осылай барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді тавамызға саламыз. Майлап аламыз астын осылай. Фольганың бетінен де майлап жатырмын. Енді арнайы осылай су құйып аламыз. Қолымыз әйтпесе тефтелге жабысып қалуы мүмкін. Қолымызды сулап алып, осылай жасайтын боламыз. Үлкендеу қылып жасасаңыздар болады, себебі бұл піскеннен кейін кішірейеді. Тефтел өте тез піседі. Дәл осыны 180 градусқа қойып қоямыз. Жарты сағатта 25 минутта дайын болады, сондықтан міндетті түрде істеп көріңіздер, жасалуы өте оңай және өте дәмді болып шығады. Міне 180-ге жақындағанда сала берсеңіздер болады. Және де мен үнемі бір нәрсе пісіретін болсам, духовкада осылай астына су құйып қоям. Бұл күйіп кетпеуіне, жабысып кетпеуіне жақсы көмектеседі. Егер сіздерге рецепт ұнаса, міндетті түрде істеп көріңіздер, лайк басып, комментарий жазуды